Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, отырыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сабаққа деген көзқарас тренингін ұйымдастырғым келіп отыр. Ол үшін бүгінгі сіздердің көңіл-күйлеріңізді білу үшін мынау тақтаға назар аударайық. Егер жаңа сабаққа дайын болып, керемет көңіл-күймен отырсаңыздар, ура, жаңа сабақ деп айтыңыздар. Ал егер сабаққа өте құлқыларыңыз болмай тұрса, екінші смайликті көрсетуге болады. Ал мүлдем сабаққа қатысқыңыз келмесе, үшінші смайликті көрсетеміз. Кәне, орнымыздан тұра қойып, бүгінгі сабаққа деген көзқарасымызды білдірейік. Ура, жаңа сабақ! Балалар, ендігі үй жұмысын тексерейік. Осы керемет көңіл-күймен арнайы сабақ жалғастырып. Үй жұмысын тексеру үшін сіздерге мынандай сұрақтар тағайындадым. Бірінші сұрақ, гиперсілтеме дегеніміз не? Айта қойыңыз. Гиперсілтеме дегеніміз видеоның астында тұратын сілтеме. Я. Тағы қосымша кім айтады? Құжаттың басқа элементтеріне сілтеме қою. Дұрыс айтасың. Тағы да жауап бар ма? Жауап жоқ. Келесі сұрақ, гиперсілтеменің қандай түрлері бар? Кім жауап береді? Ришат, айта қойыңыз. Гиперсілтеменің 4 түрлері бар. Олар бір беттерге сілтеме қосады және белгілі бір бөлігіне гиперсілтемені қосады және объектілерді гиперсілтемелерді қосады. Электронды пошта терезесіне сілтеме жасайды. Жақсы, отыра ғой. Гиперсілтеменің қандай тренерлер арқылы қоюға болады? Айта қойыңыз. Қондырғыға пердесін басу керек. Жауап дұрыс па? Дұрыс, отыра қойыңыз. Және келесі 4-ші сұрақ, командалар пиктограммасы мен оның қызметі арасында сәйкестігін табамыз. Яғни бұл жерде пиктограммалар берілген, осыған сәйкесінше қызметтерін атаймыз. Бірінші пиктограмманың жұмысы. Ришат, айта қойыңыз. Әдебиеттер тізімінің өзгерту басқару. Мынау дұрыс. Екінші пиктограмманың қызметін Фариза, айта қойыңыз. Әдебиеттер тізімін көру қою. Үшінші пиктограмманы қалғандарымыз Диас, айта қойыңыз. Қайсы мына пиктограмманың қызметі қандай? Жаңа дерексөз қою. Жаңа дерексөз қою. Бұл дұрыс емес. Бұл сілтеме қою. Және соңғы пиктограмманың аржан айта қойыңыз. Жаңа дерексөз қою. Дұрыс. Соңғы біздің пиктограммамыз жаңа дерексөз қою. Осымен балалар үй тапсырмасын еске түсірдік. Келесі бізде ребус шешу. Қане балалар, мына ребусты шештік па? Нұргүл, айта қойыңыз. Ол ребустың жауабы плагиат. Плагиат, дұрыс па? Барлығыңызда да солай шықты ма? Дұрыс. Бүгінгі бұл ребустың жауабы плагиат болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде авторлық құқық және плагиат ұғымдары. Тезірек бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын дәптеріңізге жаза қояйық. Сіздерге 1 минут уақыт беремін. Авторлық құқық және плагиат ұғымдары. Болыңыздар, балалар, плагиат дегеніміз не? Плагиат дегеніміз, балалар, басқа адамның өнер туындыларын, ғылыми еңбектерін, техникалық шешімдерін, өнер табыстарын немесе оның бір бөлігін заңсыз қолдану иемдену, ол плагиат деп аталады. Мысалы, сіздердің тілдеріңізше түсіндірейін, Аружанның өзінің бір тақырыпқа видео түсіреді. Сол видеоны, мысалы, Гүлназ алып, Аружанның парақшасынан алып, өзінің парақшасына салса, ол плагиат болып есептеледі. Егер Гүлназ Аружанның видеосын өзінің парақшасына салады, бірақ Аружанның парақшасын белгілесе, онда ол плагиатқа жатпайды. Ол өйткені Гүлназ ешқандай заң бұзған жоқ.
Келесі, авторлық құқық дегеніміз не? Адамның өзі жасаған әдеби шығармаларға, компьютерлік программаларға, сәулет туындылары мен музыкалық шығармаларға, ақпараттар мен ғылыми еңбектерінің құқығы дейді. Яғни адам өзі программа жазса, кітап шығарса, немесе музыка шығарса, оған авторлық құқық ала алады. Авторлық құқық бұзған адам арнайы заңмен жазаланады. Авторлық құқық алған адам, яғни қандай да бір, мысалы Нұргүл өзі кітап жазса, соған авторлық құқық ала алады. Авторлық құқық иесіне ие болғанда ол кісіге мынандай белгі беріледі. Бұл авторлық құқық белгісі. Яғни С әрпі және дөңгелекпен қоршалған. Бұл авторлық құқық белгісі. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты видео қарап шығыңыздар. Барлық туындының авторы болады. Кітаптар, картиналар, музыкалық композициялар. Тіпті жартастардағы суреттер де өздігінен пайда болған жоқ. Оларды біреулер бедерледі. Шыны керек, адамдар авторлыққа әркез көңіл бөле бермейді. Ал ежелгі мысырлықтар керісінше туындыларынан бас тартып, оларға құдаймен перғауын жасап дейтін болған. Тек сондай жағдайда ғана олардың туындылары мәңгілік атаққа ие болушы еді. Адамзаттың дамуымен өнер туындылары күрделі әрі кемел бола бастады. Көркем сурет, архитектура, әдебиет жауһарлары дүниеге келді. Аталған туындылар бағалы бола бастапта сәтті шыққан туынды авторларының пайда табу мүмкіндігі туды. Дәл осы кезде авторлық құқық деген ұғым маңызға ие болады. Ежелгі Грекия авторлық құқыққа қатты мән берген. Егер бір кітаптың көшірмесін жасау керек болса, онда бұл жұмыспен автордың өзі немесе автордың жіті бақылауымен басқа адамдар айналысқан. Бұл бұрмалаушылықтардың алдын алу үшін жасалған. Сол себепті кітаптардың түпнұсқалары қоғамдық кітапханаларда сақталған. Кітапханаға келіп, көшірменің растығын тексеруге болатын болған. Ежелгі Грекияда плагиат адамның арын таппайтын қылмыс деп есептелініп, плагиат жасаған адамды қаладан қуып жіберген. Плагиат деп басқа адамның ғылыми және өнер туындыларын Балалар, мына видео сабақты қарап шықтық. Енді сіздерге келесі тапсырма постер құру. Яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты мен сіздерді қазір 2 топқа бөлемін. Сол топ бойынша біз осы тақырыптар бойынша постер құрамыз. Сіздер топқа қане бізде қызыл және көпке, қызылдар бізде екінші топ болсын және көптер бізде бірінші топ болады. Қызылдарды жаққа, көптерді жаққа. Тезірек. Балалар, міне, екіге бөліндік. Енді сіздерге бірінші топқа бізде авторлық құқық дегеніміз не деген тақырып? Бірінші топ. Екінші топқа плагиат ұғымдары дегеніміз не деген тақырып? Яғни осы екі тақырып бойынша біз кітаппен жұмыс істейміз. Постер құру білеміз? Білеміз? Қарай жұмыс істейміз. Ақылдасып бірге кітаптан жұмыс істейміз. Әрине болады. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Енді автор құқық дегеніміз не екенін стрелкалармен жазамыз. Я спим. Это материал?
жіберейік. Бірінші топ, екінші топ, бір-бірімізді бағалайық. Бағалымызды жараймыз, керемет қорғадық. Тақырыпты түсінгеніміз көрініп тұр. Балалар, енді келесі тапсырма сіздерге жағдаят. Оқушы үй жұмысына ойын бағдарламалау ортасында 2 спрайтты қолданып скрипт құрды. Білеміз, скрипт не екен? Бірінші спрайт үшін скрипт командалы интернет желісінен алды. Яғни 2 спрайттың біреуі интернеттен алды, екіншісін өзі құрастырды. Алайда мұғалімге толыққанды өзі жасаған ойын ретінде тапсырды. Оқушының қандай теріс әрекетін көріп тұрсыңдар бұл жағдаятта? Қай жерде дұрыс емес деді оқушы? Айта ғой? Ол өзі бірінші спрайтты ол интернеттен алды, ал екіншісін өзі құрастырып берді. Ол айтты, біріншісін барлығын өзім істеген. Дұрыс айтасың. Бұл жерде ол не істеп тұр? Өтірік соғылды. Яғни Ол плагиат жасап отыр. Дұрыс айтасыңдар. Енді осы плагиат болмау үшін оған қандай кеңес берер едіңіздер? Айта ғой? Ол өзінің жасаған мәтініне астына сілтеме қойып қою керек. Дұрыс айтасыздар, Яғни ол бірінші спрайтты интернеттен алды, плагиат жасады. Енді соның плагиат болмау үшін ол міндетті түрде интернеттен алған сайтты белгілеп, сілтеме жасап көрсету керек еді, Сонда ол ешқандай плагиатта емес, ешкімнің авторлық құқығын бұзбайды. Естеріңде болсын. Балалар, ендігі тапсырма бізде компьютерде орындайық жұмысы. Яғни сіздерге қазір тапсырма Word мәтіндік құжат редакторінде Қазақстан көп ұлтты мемлекет тақырыбында шағын эссе жазамыз. 100-150 сөзден тұратын. Түсінікті ғой? Тақырып қиын емес па? Жоқ. Ары қарай жұмыс жасаймыз онда. Сіздерге 4 минут уақыт беріледі. Балалар, бізде 4 минут уақыт өтті. Қане бізге кім эссесін оқып беруге дайын жазған? Нұргүл, оқып бере қойыңыз. Отыра беріңіз, отыр. Мен Қазақстан өңірінде тұрамын. Біздің Қазақстанда 180-190 адамнан көп мемлекеттер тұрады. Көп мемлекеттің адамдары тұрады. Мысалы, оған өзбек, тәжік, орыс, башқұрт мемлекеттері бар. Мен Шебаков ауылында, Қостанай облысы Шебаков ауылында тұрып, біздің Шебаков ауылында да көптеген ұлттар бар. Мысалы, біздің Шебаков ауылында Қытай, сосын өзбек, башқұрт, татар, орыс, солардың бәрі біздің Шебаковта тұрады. Жарайды, рахмет. Әдемі жазылыпсыз, яғни тағы да болдыңыздар ма? Айта қойыңыз. Мен Қазақстан елінде тұрамын. Біздің осы Қазақстанда әртүрлі ұлттар бар. Қазақстан, қырғыздар, арабтар, мұсылмандар тұрады. Олардың өздерінің құрған штаттары өздерінің елдері. Балалар, осымен біздің тәжірибелік жұмысымыз болды. Енді сіздерге сұрақ бере қараймыз. Авторлық құқық дегеніміз не? Кім жауап береді? Мысал келтіріңіздер, авторлық құқық дегеніміз не? Айта қойыңыз. Авторлық құқық дегеніміз бір адам өзінің кітабын шығарып, сол авторлық құқық алады. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Тағы да қосарларыңыз бар ма?
сын әс дегенмен белгіленеді, иә. Мысалы, авторлық құқық дегеніміз сіздерге мана түсіндірдім. Ол бізде мысалы 6-шы сыныптың кітабының, информатика кітабының өзінің авторлары бар, иә. Оны біз қайдан қараймыз? Кітаптың 2-ші бетінде бізде тұрады, міне. Салғараева, Көпеева, Қаптағаева, Юсупова деген осы 4 кісі осы информатика 6-шы сынып кітабының авторлық құқықтары, авторлары. Бұл 4-еу ғана осы кітапқа авторлық құқығы бекітілген. Егер мен бұл осы кітаптан өзім кітап жазғым келіп, осы кітаптан қандайда бір мәлімет алсам, мен міндетті түрде ол мәліметті астына осыны көрсетіп қоюым керек. Мен бұл мәліметті 6-шы сыныптың информатика кітабынан алдым деп. Егер мен олай көрсетпей, өзімнің кітабымды осының мәліметті қосып шығара берсем, онда мен бұл кісілердің авторлық құқығын бұзған болып есептеледі, және плагиат болып есептеледі. Сондықтан қандайда бір жұмыс жасаған кезде міндетті түрде алған сайттарымды, кітаптарымды көрсетіп отыру керек. Түсінді ме? Келесі плагиат дегеніміз не? Манадан бері сабақта не түсіндіңіздер? Плагиат? Плагиат дегеніміз ол бір адамнан өзіне бір нәрсені көшіріп алғанда соны сол адамды плагиат деп атаймыз. Иә, дұрыс айтасың. Келесі, мәліметтер мен программаларды заңсыз таратуға қандай шаралар кедергі келтіре алады? Мәліметтер мен шығармаларды заңсыз осылай тарата берсек, иә. Заңсыз олар Таратуға болады ма жалпы? Болмайды. Олар сотқа түседі, және сотта кім осы видеоны мысалы өзіне жаздыртып алды, және оны сол сотта көптеген ақша төлеу керек. Егер қандайда бір мәліметті заңсыз таратса, таратқаны, мысалы мен туралы мәліметті бір кісі таратса, мен ол адамды сотқа бере аламын, сөйтіп деген штраф өндіріп алуға болады. Одан кейін авторлық құқықтың нысандары қандай дейді? Яғни авторлық құқық нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, енді сіздерге мана сабақтың басында өткізген тренингімізді қайтадан өткізгім келіп тұр. Сабақты қандай көңіл күймен аяқтадыңыздар? Бірінші, сабақты өте қызықты болды десеңіздер, мынандай смайликті көрсетеміз. Сабақ көп нәрсе түсіндім, бірақ түсінбеген жерлерім бар, сұрақтарым бар десеңіздер, онда екінші смайликті көрсетесіздер, былай істеген. Және уақытым босқа кетті, мен сабақ ұнамады деген кісі былай отырып смайликті көрсетсе болады. Қане балалар, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді көрсетіп жіберсеңіздер. Барлығыңызға сабақ ұнады ма? Иә. Маған да сабақ ұнады. Көп рахмет.